Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Де-факто FM студиясында мен Нұрбек Тұрғанов. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істер агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті мемлекеттік қызмет басқармасының басшысы Жадыра Амангелдіқызы Иманғалиева. Сәлеметсіз бе, Жадыра ханым? Сәлеметсіз бе, қош келіпсіз. Тыңдаушылар, рахмет. Қалай жеттіңіз? Бүгінгі ауа райымыз қандай? Керемет? Жақсы, көңіл күй де, ауа райы да бәрі тамаша. Өте керемет. Жадыра Амангелдіқызы, президенттік жастар кадр резерві туралы айтып өтсеңіз, негізгі қойылатын талаптар қандай және іріктеу кезеңдерінде қандай ақпараттармен толығымен таныстырып өтсеңіз? Сұрағыңызға рахмет, Нұрбек мырза. Өздеріңіз әлеуметтік желіден, жаңа теледидардан көріп жатқан боларсыздар. Ақпараттар шығып жатыр осы 1-2 аптаның аясында. Кеше осы биылғы жылдың 1 қыркүйегінен бастап, кешегі күннен бастап осы президенттік жастар кадр резервіне іріктеуге құжаттар қабылдау басталды. Алғашқы президенттік жастар кадр резерві бұдан дейін бізде 2019 жылда іріктеу жүргізілген болатын. Президент тапсырмасына сәйкес биылғы жыл енді ол екінші рет өткізіліп отыр бұндай іріктеу. Биылғы жылда енді басты осы 1 мен 30 қыркүйек аралығында құжат қабылдау жүргізіледі. Құжат қабылдаудың барлығы онлайн платформада жүргізіледі. Онлайн түрде ешқайда барып қажет емес. Тек қана құжаттарды жүктеу арқылы ғана осы іріктеуден өтіп, осы резервке кіруге мүмкіндік туындап жатыр. Орайда екінші сұрағым туындап отыр. Құжат қабылдау қалай жүзеге асырылады? Сіздер қабылдайсыздар ма или басқа жақтан қабылдана ма? Жоқ, онлайн жөнінде цифровизация заманы болғаннан кейін қазір енді мына пандемияға байланысты да бек цифровизация болғаннан кейін барлығы онлайн түрде қабылданады. Арнайы платформа әзірленген болатын, pkreserv.gov.kz деген. Осы сайтқа кіріп, әр үміткер өзінің құжатын тіркеп, ары қарай іріктеуге қатысуға мүмкіндігі бар. Резервке осы уақытқа дейін 50 адам қабылдапсыздар. Осы азаматтар алдағы уақытта қандай лауазымдарға тағайындала алады? Сол туралы айта кетсең. 50 азаматты біз осы жолы қабылдаймыз міне. 50 адам қабылдайсыздар. Қабылдаймыз міне. Осы 50 адамды іріктеуден өтіп, осы резервке 50 адам қабылданады. Жылдың соңына дейін осы барлық жаңа кезеңдерден өтіп іріктеудің ең соңына келген кезде осы 50 адам осы президенттік жастар кадр резервіне қабылданады. Олар міндетті түрде Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, жасы 35 жасқа дейін болу керек, сонымен қатар жоғары білімі бар болу керек, және 5 жыл еңбек өтілі бар болу керек. Ол міндетті түрде мемлекеттік қызметтегі өтіл емес, ол мұғалім болса да, дәрігер болса да, инженер болса да, құрылысшы болса да, 5 жыл еңбек өтілі болса болды. Сөзіңізді бөлсем, жобаға тек мемлекеттік қызметшілер қатыса алады ма? Жоқ. Басқа салада? Басқа сала мамандары да қатыса береді. Бұл тек қана мемлекеттік қызметшілерге арналған ғана бағдарлама емес. Бұл барлық республика көлемінде Қазақстан Республикасының азаматтарына арналған жаңағыдай осы талаптарға сай болса болды. Еңбек өтілі жағынан, білімі жағынан және Қазақстан Республикасының азаматы болу керек міндетті түрде, және еңбек өтілі болу керек 5 жыл. Өте керемет жоба. Бірақ жұмысқа тағайындалғанда осы жолы 2 жыл бұрын мысалы 300 адам қабылдадық біз резервке, біз емес енді комиссия. Іріктеп 300 адамды іріктеп қабылдады президенттік резервке. Ол кезде барлық секторларға қабылдаған болатын, жаңағы мемлекеттік сектор, жаңа сонымен қатар оның ішінде квази-госсектор, госкомпания, госкорпорациялар, солардың барлығына қабылданған болатын. А осы жолы тек қана госсекторға. Госсекторға дегеніміз ол жаңағы мемлекеттік қызметшілер лауазымына тағайындалады. Ол үміткерлер өткен, резервке іріктелген адам. Осы орайда мына тағы да бір сұрақ туындап отыр. Жаңа өзіңіз айтқандай іріктеуге құжаттарды қабылдау 1 қыркүйектен басталды деп айта кеттіңіз. Осы уақытқа дейін ниет білдірген адамдар құжаттарын қанша адам ниет білдірді деп айта кетсеңіз? Енді 1 қыркүйек бүгін 3 күні ғой, 1-нен бастап 200-ден аса сайтқа өзіңіздеріңізде кіріп, барлық ақпаратта жаңағы ашық, сондықтан ашып көре беруге болады. Ол қазірдің өзінде 200-ден астам құжат азамат уже құжат өткізген. Ал енді өзіңіз тағы да айтып кеткендей, өткен 2019 жылғы іріктеудің қандай ерекшеліктері бар екендігін айтып кетсеңіз осы уақытқа дейінгі?
Иә, жаңа өзім де бір жауабымда айтып өттім. Егер жалпы мониторинг жүргізесіздер ме, жүргізбейсіздер ме, сол туралы айта кетсеңіз 2019 бен қазіргі уақыт аралығы. Әрине, 2019 жылы бізде бұл резервке 300 адам қабылданды деп айттым ғой. Ең бірінші ерекшелігі осы, 19 жыл 300 адам қабылданса, республика бойынша биылғы жылы 50 адам ғана қабылданады. 100-ден жүйрік дейсіз ғой. Осы барлық кезеңдерден сүрінбей өткен біздің Қазақстан Республикасының азаматтары осы 50 адамның ішіне кіріп, осының ішінде біздің Алматы облысының азаматтары кіріп жатса, біз қуанатын едік, конечно. Әрине. Сөзіңіз аузыңызда. Өте керемет жоба. 2019 жылы өте 300 адамдай деп айта кеттіңіз, ал қазір 50 адам дедіңіз. Сонда қазіргі пандемия кішкене әсері болып тұрған сияқты деп ойлаймын, иә? Ол да бар. Сонымен қатар 2000 тағы да бір ерекшелігі, 2019 жылы жаңа резервке енгізілген азаматтар кадр резервінде 5 жыл тұратын. Осы іріктеуден өткен 50 азамат, ол 3 жыл ғана тұрады кадр резервінде. 3 жылдың ішінде ол кісі конкурстан тыс, жаңағы любой дейді ғой, әртүрлі лауазымдарға конкурстан тыс тағайындалуға оның мүмкіндігі болады. Мысалы, аудан әкімі болып, ауыл әкімі болып тағайындалуға олардың мүмкіндіктері қазір болады, осы 50 адамның. 50 адамның мүмкіндігі бар. Сіздер оларды ары қарата тағайындай аласыздар ғой сонда? Әр мемлекеттік орган, президент жаңағы жанындағы комиссияның шешіміне сәйкес, әр мемлекеттік орган әртүрлі лауазымға тағайындауға мүмкіндік берілген. Мысалы, осы айтып өтейін, 300 адамның 19 жылдан бері қарай олардың барлығы жұмыс жасап жүрген азаматтар. Ол тек қана жұмыс жасамай үйде отырған азаматтар емес, барлығының еңбек өтілі бар, барлығы әр салада жұмыс қызмет атқарып жүрген азаматтар. Олар одан да жоғары лауазымдарға 60%-нан астамы бүгінгі күні олар жұмысқа орналасты. Одан да жоғары лауазымға көтеріліп, басқа лауазымдарға тағайындалғандар. Одан қалған енді 40% жұмысқа одан әрі ілгерілету жұмыстары әлі жалғасуда, өйткені олардың 5 жылдық уақыты бар. Өте керемет. Жаңаға сөзіңізді айта кеттіңіз, 20 жастан 35 жасқа дейінгі дедіңіз ғой, шатаспасам. 35-тен асып кеткендер жоқ, қабылданбай ма? Қабылданбайды. Бізде тек қана 35 жасқа дейінгі, 35 жас болса, 35 жаста болса, мұнда мүмкіндік бар. 36-да болса, ол бағдарламаға қатыса алмайды. Сонда 34 жастағы адам үлгереді, 35-те уже үлгермейді. 35-тегі адам үлгереді, 36-тағы үлгермейді. Кешірім сұраймын, мына жерде тағы да қайталай кетсек, 35-ке дейінгі азаматтар екен. Сондықтан 20 жастан 35 жасқа дейінгі жастар кадр резервіне қатысуға рұқсат. Келіңіздер, жаңағы сіз айта кетсеңіз, өзіңіздің қалай бару жолдарын, қабылдау жолдарын айта кетсеңіз, тағы қайталап. Құжаттарды қабылдау, жаңа өзім айтып өткендей, pk-резерв.gov.kz сайтында, сонымен тура осындай барлық әлеуметтік желілерде осындай парақшалар ашылған. Осы парақшада да қандай да бір сұрақтарыңыз болса, немесе сонымен қатар біздің Алматы облысында осы біздің департамент аясында осы арнайы мамандар бар, осы сұрақтармен айналысып жатқан. Солардың телефондары, ұялы телефондары, жұмыс телефондары барлығы көрсетілген. Өзіміздің сайтта да барлық ақпарат бар. Сондықтан барлық телефондарға хабарласып, қандай да бір мәлімет ұсынуға біз әрқашан дайынбыз. Жадыра Амангелдіқызы келіп сұхбат беріп, бізді президенттік жастар кадр резервіне іріктеу шарасымен толығымен таныстырып өткеніңіз үшін рахмет. Де факто FM қосулы болсын. Рахмет.